Армысыздар, бүгін біздің дайындайтын тағамымыз қазақтың қарын бүрме деген тағамы. Ол үшін бізге ет, яғни сиырдың жас еті, қойдың еті және жылқының қазысы керек бізге. Және де міне шұжық, шек керек, тоқ шегі, яғни бұл да жылқының шегі. Және бізге мына қарын бүрмені жасау үшін қарын керек. Бұл қарынды тігетін осылай инемен жіп дайындап аламыз. Ал қосымша көңістер қосамыз. Бізге сәбіз, картоп, тәтті бұрыш, қызанақ, пияз, сарымсақ қажет болады. Және де дәмнің татымына қарай тұз, бұрыш, қалауымызша, яғни өте ащы да емес, өте тұзсыз да емес қылып жасаймыз. Ал олай болса, қызым, бастайық. Секірсек. Қайде, сен ол үшін көкөністерді тура. Бізге көкөніс не үшін керек? Мен сол жөнінде айтып өтеймін. Бұл жаңағы қарын бүрмені жасаған кезде біз қазір ішіне ет саламыз, қазы саламыз, шұжық саламыз. Осылардың барлығының майы, яғни сөлі шыққан кезде мына картопқа, яғни сәбізге әбден сол артық тұздары, майлары сіңіп, ал бұл жаңағы көкөністердің құрамында дәрумендер болғандықтан барлығы бірге қосылған кезде өте дәруменге бай, құнарлы тағам болып шығады. Ол үшін мен мына қазір тұз, бұрыш сеуіп қойып қойдым барлығын. Тура алдын ала жуып, тазалап барлығын. Олай болса мен дайын қосқанымды қазір мына қарынның ішіне саламын. Мына қарын, жалпы қарын бүрме деп не себепті аталғанын сіздерге айтып өтейін. Ол алыс, жол сапар шеккенде немесе таңға шыққан кезде бұрын біздің аталарымыз, яғни әкелеріміз жалпы сондай сапарларға алып шығатын өте сондай құнарлы тағам болған. Мына қарын жай кішкентай болып көрінгенмен, оның ішіне барлығы сыйып кетеді. Шарқұрды дәріптеліп дәстүрін сақтай білем салтымды ай түскіре саламан алаш сүйіп қараған көкпар тартыс әнмен күй қалған нұра бабадан ата дәстүр салтымды танытатын нарқымды аманаттай көремін бұзбай адал антымды жігіттерін артылға арулы тең алтында қастерлеген тарихын қазақ атты халқында ей бұл қазақи дәстүр ей бұл біздің қазақ салт дәстүр ей бұл қазақи дәстүр ей бұл біздің қазақ салт дәстүр жалқын көңіл шарпылған көмейде ән балқынған айналайын ақ жарқын қазақ атты халқымда салт дәстүрім сарқылма жасын атап жарқылда білгің келсе қазақты күйін тыңда ән тыңда ей бұл қазақи дәстүр ей бұл біздің қазақ салт дәстүр ей бұл қазақи дәстүр ей бұл біздің қазақ салт дәстүр қара жорға биі бар қара жорға билеген қаралықты сүймеген қазақ елі жасасын жауға басын тимеген қазақ елі жасасын жауға басын тимеген енді үзіп жібер қызым. Болды тұрып. Енді қазір бұны біз жақсылап үлкен қазанға салып, осы екеуін пісіретін боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте кең көлемді. Әрбір 15-20 минут сайын қазанға қайнатқан кезде бұл қарындардың ауасын осы инемен шығарып 3 сағатта қайнатамыз.
Ал енді біз қарнымызды мінекей қазанға салып, қартамызды бірге ішінде ет бар және көкөністер бар. Енді суды толтырып отқа қоямыз. Ал енді біз тағамымызды отқа қойдық. Әзірге тағамыз қайнап 3 сағат пісем дегенше біз қызым сусынымызды дайындай берейік. Сусынымызды дайындау үшін бізге қышқыл сусын, сүт, айран және арпа қажет болады. Бұл сусын қарын бүрмемізді жегеннен кейін сіздердің керемет сол асты қорытатын өте жақсы шөлді басатын сусын болмақ. Олай болса қызым, әзірге тағам дайын болғанша тездетіп мынаны жасап тастайық. Сонымен қатар біздің бауырсағымыз да бар, одан да дәм тататын боласыздар.